атындағы номер 10 мектептің 9-шы Б сынып оқушысы Тамабек Ринат Жомартұлы боламын. Біз жаратылыстану пәні мұғалімдерімен бірге отыра гидропоника әдісімен алынған жасыл өнім жобасын қолға алдық. Гидропоника әдісі қазіргі таңда дамыған мемлекеттердің негізі болып отыр. Себебі әлемге қажетті ресурстарды үнемдеумен қоймай, ауыл шаруашылығымен қатар адам денсаулығына өз септігін тигізіп отыр. Яғни біз осы гидропоника әдісін тереңінен зерттеу үшін гидропоникалық құрылғы жасадық. Оны жаратылыстану пәні мұғалімдерімен бірге отыра жасадық. Яғни ұзындығы 2 метр, биіктігі 1,5 метр, ені 70 сантиметр қылып дәнекерлеп боядық. Су жүйесін пластик құбырдан жасап, оған таймер орнаттық. Диодты лампа, жасанды жад ретінде диодты лампа орнатып, оған да таймер орнаттық. Бізде 2 қатар, 4 стеллаж толықтай автоматтандырылған құрылғыда жұмыс жасайды. Яғни біз оған бидай егуді шештік, себебі бидай 1-2 күні көктеп, 3-4 күні фотосинтез нәтижесінде жасыл түске еніп, 6-7 күнде біз жасыл өсімді алатындығымызда болды. Яғни 2,5 кг қойған арпадан немесе бидайдан 9-10 кг жасыл балауса аламыз. Яғни бұған біз көптеген зерттеулер жүргіздік. Соның арқасында біз бұл жасыл өскіннің құрамында және де одан өскен тамырдың құрамында А, В, С, Д, К, Е дәрумендері бар, және де микроэлементтерге мол азық болатындығын анықтадық. Енді ауыл шаруашылығына қандай пайдасы тиеді деген сұрақ туындайтын болса, қазіргі таңда көктем қыс мезгілдерінде төрт малда А витамині жетіспеушілігі көп байқалады. Ал біз осы жасыл өскінмен қоректенетін болсақ, А витамині жетіспеушілігі болмайды. Және де даладан келген 80% аурулардың алдын алады. Және де бағана айтып өткенде А, В, С, Д, К, Е дәрумендері малдың иммунитетін көтеруге өз септігін тигізеді. Тоқтыдан 40 күнде ет алатын болса, кейбір тоқтылардың еті майланып кетеді. Өзіміз айтып жатамыз, мына тоқтының еті майлы кейде. Ал біз осы жасыл өскінмен қоректенетін болсақ, 40 күн. Біз тоқтыдан 40 күннің ішінде балғын ет алатын едік. Бағана айтып өткенде экологиялық таза дегеніміз, бұған біз ешқандай химикаттар қоспаймыз, химикаттар, пестицидтер қоспаймыз. Себебі бұда ешқандай зиянкестер болмайды. Және де қазіргі таңда, және де бұған дейінгі жылдарда бізде не болды? Яғни бізде құрғақшылық байқалды. Соның кесірінен климаттың күрт өзгеруіне байланысты бізде құрғақшылық болды. Соның салдарынан бізде азық табылмады. Төрткілік малға, соның кесірінен көптеген малдардың саны азайды. Осы мал шаруашылығымен қызығып келе жатқан жаңа кәсіпкерлер болсын, олардың барлығының жұмыстары тоқтады десек те болады. Ал біз осы гидропоника әдісімен жасыл өскінді малға беретін болсақ, біріншіден жыл 12 ай жасыл өскінмен қоректенеді малдар. Екіншіден, яғни біз азық тапшылығына түспейміз. Және де осы жасыл өскінді сығудың арқасында біз вит-крашерін дайындадық. Яғни осы жасыл өскінді сығудың арқасында пайда болады. Яғни бұның құрамында А, В, С, Д, К дәрумендері бар. Және де темір, железо секілді көптеген дәрумендерге бай азық. Бұл онкологиялық аурулардың алдын алады. Және де диабетке көмектеседі, диабеттің алдын алады. Және де давлениесі бар адамдардың, қан қысымы жоғары адамдардың қан қысымын реттейді. Және де арықтауға көмектеседі. Көптеген бұдан да орасан зор көптеген пайдасы тиеді. Және де бұның сүтке қарағанда В дәрумені 6 есе көп, ситош жемістеріне қарағанда С дәрумені 12 есе көп бұның құрамында. Яғни біз бұны қалай пайдаланамыз? 240 мг суға 30 мг вит-крашерінің қосылуының арқасында біз вит-крашерін дайындаймыз. Оны азанғы уақытта ішкеніміз дұрыс, себебі бұл жасыл энергетик десек те болады. Яғни оны кешкі уақытта қабылдайтын болсақ, түнде ұйықтай алмай қалуымыз мүмкін. Дайындау жолына келетін болсақ, осыны сығудың арқасында біз дайындаймыз деп айтып кеттім. Қазіргі таңда осы вит-крашерінің сығудың арқасында өзімнің жеке брендімен кәсіп ашып отырмын. Осы кәсіппен барлық Тараз қаласын қамтып отырмыз қазіргі таңда, және де қамтып отырмыз. Яғни енді алам деушілер болса, сіздерге жеңілдікпен ұсынып отырмыз. Яғни 7 күндік процедурасы бізде негізгі бағасы 4 мың теңге, сіздерге 2 мың теңгеге ұсынып отырмыз. Ал 12 күндік процедурасы негізі 8 мың теңге, сіздерге 4 мың теңгеге ұсынып отырмыз. Жаңағы бетке, шкафтарға,
өте пайдасы зор. Бетке арналған маска бар, бұл азанды бекіту десек те болады. Мұз етін негізі. Азанды бекіту десек те болады. Осыны жағудың арқасында, яғни әйел адамдар боянады, сол кезде боянудан 15 минут алдын бетіңізді осымен жуатын болсаңыз, макияж тез сіңеді. Сертификат алған ба бұл? Сертификатқа ұсындық. Қазір енді біз лабораторияға жібердік, 97% Қазадет бізге берді. Бірақ та менде кәсібімде ИПА, яғни жеке кәсіпкер деген таңба болмағандықтан маған сертификат бермеді. Күніне 4 рет суарамыз. Күніне 4 рет. Соны бірақ біз суғармаймыз. Арнайы камера уақытылы су айналып жүріп жұмсайды. Түсінумен өзі өлшеді, өзі белгілі уақытта қайсы қосылады. Топырақсыз өлшеді. Қаншасында не өседі? Тазасы көресің. Ең биіктігі қанша сантиметр өседі? Ринат 15 сантиметр ма ең биіктігі? Ең биіктігі қанша? Ең биіктігі 15 сантиметр. Дәлменге шынына келгенде 15 сантиметрде тоқтайды. Жаңадан жеті күнде өседі. Жетекшісі Айтқожа Шолпанәпке, мына кісі өзі. Айтқожа Шолпанәпке мына осы кісімен қалалықтан 3-ші орын алды, биыл облыстан 2-ші орын алды, қалалықтан 3-ші орын. 2-ші орын алды, дұрыс. Мына біздің жетістіктеріміз алдарында тұрған оқушылардың, әр оқушылардың зерттеу жұмыстарымен айналысу барысында алған дипломдар. Камерасы прямо жоғалып кетір. Топырақсыз. Дәріздерін көрсеңіздер болады жаңағы. Адам ағзасына өте пайдалы, шашқа да, теріге де, пайдалы.